Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Жансая. Бүгін осындай дәмді пиготидің ерекше рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысқа 500 грамм қайнаған жылы су құйып, үстіне 10 грамм ашытқы саламын. Bir çay kaşık şeker, bir çay kaşık tuz salıp aralaştıramын. 3 az kaşık сұйық май құямыз. Барлығын жақсылап араластырып, ұн қосып қамыр илейміз. Қамыр өте жұмсақ болды. Енді қамырды 1 сағатқа жылығып орап қоямыз. Қамыр ашығанша салмасын дайындаймын. 40 қабатты осылай ұзын шағып турап аламын. Пиязды майдалап тураймын. Барлығын турап болдым. 40 қабатты осылай қолмен мұжып аласыздар. Сковородканың астын жағып, сұйық май құямыз. Кішкене қызғанын күтеміз. Пияз саламыз. Жақсылап араластырып, үстіне 600 грамм тартылған сиыр етін қосамыз. Түсі осындай болу қажет. 40 қабатымды салдым. Жақсылап араластырып, үстіне талғамдарыңызға қарай тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш, дәмдеуіштер салсаңыз болады. Салмам дайын болды, енді суытып қоямыз. Пиготидің қамыры дайын болды, енді салмамды салып, осылай түйіп аламын. Барлығын осылай түйіп аламыз. Мантаваркаға салып 45 минутта буда пісіреміз. Мінекей пиготиіміз дайын. Қалауларыңызша осылай безендіріп, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Егер де видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.